ертегі Wi-Fi өшіп қалған күн деп аталады. Wi-Fi өшіп қапты. Кімнің үйінде Wi-Fi өшіп қалыпты? Ой, қандай жаман болған, иә? Wi-Fi жоқ. Енді не істейді? Бір күні таңертең аян ұйқысынан ояна сала, планшетін қолына алады. Бірақ ол интернетке қосылмайды. Мама, Wi-Fi істемей тұр, деп айғайлайды. Анасы болса күліп, бүгін ғаламтор демалып жатыр. Сен бір күн болса да интернетсіз ойнап көрші, дейді. Ал Аянның көңілі түсіп кетеді. Не істеймін енді, деп ойланып отырады. Қазір балалардың көбі интернетсіз ештеңе қызық емес деп ойлайды. Сен де солай ойлайсың ба? Яғни ойыншықтармен көбі ойнауды білмейді. Ал Аян енді интернетсіз не істейді екен? Қане ертегінің жалғасын тыңдайық.